Ассалаумағалейкум, Ерлан аға. О, Әли, уалейкумассалам. Жұмысқа кеттіңіз бе? Иә, бір айға вақтыға кеттім. Сен мен жоқта, мен бала-шағама қарап қой, бірден ұрынып қалып жүрмесін. Әрине. Ерлан аға, бұйыртса мен де сіз сияқты намаз бастасам ба деп жүрмін. О, Алла ниетіңді қабыл етсін. Дұрыс болған. Әумин. Біраз қысқа сүрелер мен дұғалар жаттап алдым. Бірақ кішкене қорқыныш бар. Иә, кішкене қорқыныш болады. Білмегенің болса, звондап сұра. Білгенімізді айтамыз. Ал дұрысы, мешіттегі имамдардан барып сұра. Дұрысын солар біледі. Рахмет аға. Жақсы, бір айдан кейін келем. Жолыңыз болсын. Әли. О, ақи, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз аға? Шүкір Алла деп. Қарайым, намазға тұрған сияқтысың. Әрине. Бірақ намазға тұрғаннан кейін айналаның барлығы жахилдерге толы екенін түсіндім. Өткенде 4-ші подъезде тұратын Асланға намаз оқысайшы десем, басымды ауыртпашы дейді, субханаллах. Айтсаң түсінбейді. Осындайларға не істеуге болады, а? Намазды кімнен үйрендің? Біздің мешіттегі ұстаздардан ба? Жоға. Ұстаздардың қолы садақадан босамайды. Сондықтан ұстаздарды мазалаған жоқ. Өзіміздің ақилар бар ғой. Намазға келгеніңе қуаныштым. Бірақ намазға шақырам деп ел жұртты діннен бездіріп алма. Ақи, сонда Аслан сияқты жахилдерді өз бетіме жібереміз бе? Біріншіден, ақи емес, бауырым деп сөйлеген дұрыс болар. Екіншіден, ел жұрттың бәрін жахил деуің дұрыс емес. Намазға дейін өзің кім болдың? Егер сенің түсінігіңмен қарасақ, намазға дейін сен де жахил болғансың. Енді мен иманға келдім ғой. Аслан болса күнәсін арқалап әлі жүр. Әли, саған не болған? Күнәсіз адам болмайды. Өзіңді періште санауыңды қой. Сен Асланның күнәсін көргеніңмен, оның тәубесін көрген жоқсың. Егер Аслан намаз оқысын десең, өзің дұрыс жүр, аузыңнан дұрыс сөз шықсын, мейірімді бол. Сонда ғана асыл дінімізге пайдаң тигізесің. Ал егер намаз оқы деп бірден жағадан алатын болсаң, олар сені бәрібір түсінбейді. Сонда маған не істе дейсіз? Алдымен білім ал. Сосын анау базардағы ақиларынан емес, мешіттегі ұстаздардан үйрен. Жақсы, аман бол.